Қайырлы кеш қыздар, тағы да. Сәлеметсіз бай. Сәлеметсіздер ме? Бізде Қайырлы тағы да әдебиет. Бүгін бізде Роза Мұқанова. Сонымен Роза Мұқанованы бастайық. Дабыл, Айдағы жасырын бақ дегенді толық нұсқада оқыдыңыздар ма? Қарап шықтыңыздар ма бір рет? Иә, бай. Жақсы. Жақсы. Роза Мұқанова, не білеміз? Кім не біледі? Дауысым жақсы естіліп тұр ма, қыздар? Иә, бай, естіліп тұр. Жақсы, кім не біледі кет? Апай, осы шығармада анау Ләйла есімді қыз емес па, иә? Иә. Ата-анасыз болады ғой, ол сосын жеңгесінің ба, әлде әпкесінің ба қарауында болады. Сосын Аймен тілдеседі, содан тек кеңес сұрайды, андай өзінің жалпы өмірінде болып жатқан жайттардың бәрін соған айтады тек. Жақсы. Өте жақсы. Бір төмпешіктердің арасына барып па, сол жерде ғана бір Аймен тілдеседі ғой, бір күшті көрінетін жерде. Өте жақсы, қараңыздар. Біз енді Роза Мұқанованың өмірбаянынан бастайық, сосын бұл туындының жарыққа шығуына жалпы не әсер етті, соған тоқталатын боламыз, иә. Роза Мұқанова кім деген кезде, Роза Мұқанова бізде шамамен 20-шы ғасырдың екінші жартысында дүниеге келген дейміз. Шырайлы шығыстың, соның ішінде Үржар деген өлкенің тумасы. Роза Мұқановаға байланысты жалпылама Қорғасбек деген кісі өзіндік пікір айтқан. Осы Роза Мұқанованың шығармалары дейді, мына адам жанына үңілуден, яғни сіздің жаныңызға қараудан, жаныңызды түсінуден содан туындаған дейді. Сонда адамның бойында қандай да бір қасірет, қиындық болса, сол қасіретті, қиындықты өз шығармаларында терең аша алады дейді. Тіпті сол сезімдердің өзін арнайы детальдар арқылы жеткізе алады дейді. Роза Мұқанова жазушы, ең алғаш рет Қазақ мемлекеттік университетінде біз айтатын журналистика факультетін журфакты аяқтаған. Қазіргі кезде бұл кісі өмірде бар. Біз айтатын анау Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында жұмыс істеген, қазіргі таңда өнер университетінің оқытушысы, арнайы сол жерде профессор болып жұмыс атқарады. Қазақстан жазушылар одағы бар, білесіздер, соның мүшесі. Ең алғаш рет бұл кісі қандай шығарма жазды десеңіздер, ең алғаш рет жарық дүние деген кітабы жарық көреді. Одан кейін мына жерде тұр, дүние кезек, құдіретке деген кітаптары жарыққа шыққан. Одан бөлек бұл кісі аудармашы, Рабузиді білесіздер, Хисса Сүләнбия дегенді жазған. Сол Хисса Сүләнбияны мынау 21-ші ғасырдың басы дейміз, 2001 жылы қазақ тіліне аударған аудармашы. Енді Роза Мұқанованың мына мәңгілік бала бейне бар, одан бөлек өзің, одан кейін композитор, мына жерде тұр Тұтқын, Мұқағали, Патша қатын у деген әңгімелері бар. Соның ішінде мына жерде әдейі беріп қойдым, өзің, Тұтқын, Мұқағали, композитор деген шығармалары өнерге деген бір құштарлықты сезімді көрсететін шығармалары. Өзің деген шығармада орыстың суретшісі Калмыков туралы айтылады. Калмыков деген орыстың белгілі суретшісі туралы айтылады. Сонда ана суретші, енді білесіздер ғой, өнер адамы дейміз, оларда атақ, бедел деген нәрсе бар. Осы орыстың суретшісі Калмыков атақ пен беделге, біреулердің өзін мадақтап қопаштағанын аса бір жақтырмайтын, оған белгілі бір маңыз алмаған дүниелер болып қалады ол нәрсе. Өмірде маңызды емес.
одан да анау адамдардың ішіндегі, қарапайым адамдар ішіндегі бірде екілі өзіне мысқылдап күлген адамдардың пікірін жоғары қояды екен, атақ беделге қарағанда. Одан кейін тұтқын дегені бір актердің өміріне айналады. Патша қатын У деген неде шығармасында бір кейіпкер болады да, соның қан қысымын нетіледі, жаңағы көтеріледі. Сонда сол жерде біздің арулардың нәзік жанды деп айтамыз ғой, солардың ерекше бір мықтылығы, біз көбіне билік жағында ер адамдар отыру керек деген ұстанымды ұстанып қалғанбыз ғой. Міне сол пікірді теріске шығарып, әйел адамдардың да сондай күрескер, саясаткер екеніне дәлел болған шығармасы екен. Одан кейін Мұқағали Муза деген шығармалары тікелей ақиқ ақын Мұқағалиға арнап жазылған екен. Одан бөлек Роза Мұқанова кәдімгідей сахнаға көптеген шығармаларды шығарған режиссер ретінде танимыз. Қараулы сұлу деген Мұхтар Әуезовтің шығармасы бар, соны кәдімгідей сахнаға лайықтап қайтадан бір ана шығарманы шығарады сол сахнаға. Одан кейін Сара деген операны өзінің кімнің операсы арнайы опера сахнасында жарыққа шығады. Енді біз білетін, біз танысу керек Мәңгілік бала бейне деген шығарма қандай шығарма? Мәңгілік бала бейне. Мына жерде қарап алыңыздар, Шөкішті әдейі беріп қойдым, қазір Шөкіштің кім екеніне тоқталамыз. Бұл Мәңгілік бала бейне деген шығарма бар. Ең алғаш рет бізде Қазақ әдебиеті деген үлкен газет бар. Сол газетте жарыққа шыққан туынды. Бұл шығарма қалай жазылды? Бұл шығарманың негізгі кейіпкері Ләйла деп алынып тұрған адам, бұл өмірде болған, өзі сол Семей деген полигонның қиындығын көрген, сол Семей деген полигонның құрбаны болған адам Еңлік деген қыз болған. Яғни соның тағдырына арнап жазылған туынды. Бұны Роза Мұқанова қалай жасады десеңіздер, Роза Мұқанова енді жазушылар одағының мүшесі деп жаңа тоқталдық қой. Сонда жазушылар одағында осы Семей Невада деген қозғалыс бар ғой, Невада Семей дейміз. Сонда осы ядролық сынақтардан зардап шеккен ана мүгедек адамдар бар ғой, солардың суреті арнайы жазушылар одағында қойылады екен. Яғни арнайы көрме болады ғой, суреттердің көрмесі. Дәл сол секілді жазушылар одағында суреттер көрмесі орналастырылады. Сонда Роза Мұқанова сол көрмеге арнайы барып қатысады екен. Енді жаңа көрмеде жүр, барлық анау Невада Семейден, бір ядролық қарудан жапа шеккен барлық адамдардың суреттерін көріп жүр. Оңай нәрсе емес, білесіздер. Біреуінде жаңағы әртүрлі жағдай ғой, енді біреуінің ана жері жоқ, біреуінің мына жері, біреуінің мына жерінде жаңағы қолы дұрыс өспеген, біреу мүлдем өспей қалған, біреуінде аяқ жоқ деген сияқты. Сондай қиын тағдырмен тұрған адамдар суреттерін көреді да, сонда Роза Мұқанованың көзіне бірден бір кішкентай қыздың суреті түседі екен. Ол кезде ана қыздардың жасын енді өзі шамалайды, 5-6 жасар шамасындағы қыз секілді деп. Сосын сол суреттің артқы жағында жазылып тұр, Еңлік жасы 14-те деп. Ойлаңыздаршы, Роза Мұқанова суретке қарады да, 5-6 жасар қызды көргендей болды да, 5-6 жасар қыз екен ғой деп жақындап барып қарап еді, мына суреттің мынандай бір аяқ жағында, мынандай жағында тұр екен жаңағы Ләйла емес, Еңлік 14-те деп. Міне осы қыздың тағдыры Роза Мұқановаға кәдімгідей әсер етеді. Өзі 5-6 жаста деп бағамдаған қыздың бақандай 14-ке келгендігі оның жүрегіне кәдімгідей әсер етеді. Содан бастап Роза Мұқанова жаңағы Еңліктің тағдырын бірден енді зерттегенде, толыққан зерттемейді, бірақ хабардар болады содан. Соның нәтижесінде осы Мәңгілік бала бейне деген әңгіме жарыққа шығады екен. Енді қазір Мәңгілік бала бейнеге тоқталамыз. Одан бөлек мына нәрсені айтып өтейік. Шөкіш деген шығармада жоқ қой деп шошып жүрмеңіздер, ол мынандай нәрсе. Осы шығарма, енді біз айттық қой, бұл ядролық қару бүтіндей бір әлемде болды ғой. Соның ішінде осы қазақ жерінде болған ядролық сынақтан зардап шеккен жаңағы адамдар бар, олардың қиындығы бар. Соған байланысты ядролық сынақтарға қарсы арнайы бір осы шығарманың негізінде пьеса жазылады. Яғни сахнаға арналған «Қыз жылаған» деген пьеса жазылады.
бұл сахнада қойылады да тіпті. Сонда осы Қыз жылаған деген пьесада мына Ләйләнің бейнесін ашу мақсатында екінші бір кейіпкер ретінде, трагедиялық кейіпкерлердің бірі ретінде осы Шөкіш қосылады. Яғни сол Семей полигонының қиындығын тек Ләйләнің тағдырымен ғана көрсетіп шектеп қоймай, сонымен қатар пьесада Шөкіш деген кейіпкерді де қосады да, сол жерде Ләйләнің да тағдырынан қиын, Ләйләнің да басындағы жаңағы қасіретінен асып жатқан, басында қасіреті бар Шөкіш деген кейіпкерді суреттейді. Сонда Шөкіш деген енді жарымжан ғой. Сонда сол баланың болашағы не болады деп қорыққан анасы ана кішкентай баладан құтылуға тырысады ғой. Тырысады пьесада. Сонда ана баланы суға ағызып жібереді анасы. Бұл Шөкішті трагедиядан. Оның баланың негізінде шындап келгенде ешқандай кінәсі жоқ. Міне сол баланы суға ағызып жіберіп, артынан сол Шөкіштің анасы өзі айықпас дертке шалдығады екен. Мұхтар Әуезов атындағы Алматыда білесіздер, бізде көбіне екі театр бар, Ғабит Мүсірепов, Мұхтар Әуезов деп. Соның ішінде Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының сахнасы қойылды бұл. Одан кейіннен Қыз жылаған деген кино түсірілді. Қазір өздеріңіз YouTube Апайдың дауысы қатып жатыр ма? нұсқада бар ма жоқ па білмеймін, бірақ Қыз жылаған деген кино. Даусым қатып жатыр ма не, қыздар? Иә, апай, үзіліп жатыр. Қазір бір минут, иә? Не болып қалды екен аяқ асты? Қазір көресіз. Енді қалай естіліп тұр, қыздар? Интернет жаңа 1-2 минутқа дұрыс істемей қалған сияқты. Сонда бұл шығарманың негізінде қай жерден естілмей қалды, соны айтып жіберіңіздерші. Дұрыс естілмей қалды. Жаңа театрлар YouTube'та деп айтып жатқан едіңіз. Бұл Мұхтар Әуезов атындағы театрдың сахнасында кәдімгідей Қыз жылаған деген пьеса ретінде қойылған. Мәңгілік бала бейненің негізінде. Сосын кейіннен Қыз жылаған деген кино түсіріледі. Кәдімгі біздің Қазақфильм бар ғой, кино студиясы кәдімгі Қыз жылаған деген фильмді түсіріледі. Енді YouTube'дан қарап көріңіздер, бірақ бұл ескі фильм болғаннан кейін мүмкін жоқ, бірақ мәңгілік бала бейне қасіретнамасы деп ел арнаның несімен бар. 2 сағаттың көлемінде, енді соны нетіп жіберсеңіздер кішкене, 2xпен көріп жіберсеңіздер, сол жерде осы пьесаның бір негізінде шағын қойылымды көре аласыздар. Одан кейін бұл шығарма, білесіздер ма, мәңгілік бала бейне ақшта кәдімгідей ағылшын тілінде жарық көреді. ақшта жарық көреді. Өйткені бұл жерде бүтіндей бір сол ядролық қарудың қасіретін бір қыздың тағдыры арқылы бейнелей алады. Мәңгілік бала бейне, не себепті мәңгілік бала бейнені қараңыздар. Ол ядролық қару жарылғанда да көбі былай ойлайды да, ядролық қару жарылады, сонда адамдар жаңа ұшады жан-жаққа депші. Біз бомба жарылады, мысалы, аяқ асты газ жарылады, сонда адамдар бетіп кетеді ғой. Бәрі солай ойлайды, соның салдарынан сал болып қалған деп. Жоқ, бұл жерде ядролық қару кәдімгідей у болған ғой. Бұл ауылдан алыс жерде жарылған, бірақ анау ауа арқылы бүтіндей ауылдарға тараған ғой. Бүтіндей бір ауылдарға не істеген? Тараған кәдімгідей. Соның салдарынан, мысалы, әйел аяғы ауыр болса, ана ауамен тыныстағаннан кейін, ана лас ауа, улы ауа, жаңағы ядролық
қаруға толы ауаны жұтқан сайын іштегі балалар туылған кезде әртүрлі аурумен, қасіретпен дүниеге келген екен. Дүниеге келген екен. Мына біздің басты кейіпкер, қазір сөз қозғайтын Ләйла да сондай кейіпкерлердің бірі болған. Сондай адамдардың бірі болған. Яғни анасының ішінде жатқанда сондай ядролық қарудың кесірінен дүниеге келді, қиындықпен ары қарай өспей қалды. Енді біз Ләйла тағдырына толыққанды тоқталамыз. Ләйла кім? Не білуіміз керек? Ең бірінші шығарма қалай басталады? Композициялық талдау тұр. Барлық прозалық шығарманың міндетті түрде композициялық талдауын жасайсыздар. Мына шығарманың композициялық талдауы бар. Күй аңызы деген шығарманың да композициялық талдауы бар. Қаласаңыздар, негізі барлығынікі бар, бірақ көбін өздеріңіз жасағандарыңыз ыңғайлырақ. Өйткені ұбт-ға барған кезде дәлме-дәл бұл сөзбен келмейді да, сондықтан сіздер өздеріңіз жасап үйренулеріңіз керек. Ал енді шығарма қалай басталады? Шығарма әрине мына Ләйла деген қыздың жапан далада келе жатқандығы. Оның кескін келбеті, сөйтіп қай жерге келеді? Терең сайға келеді. Келіп, терең сайда Ләйла аймен сырласады. Ал енді Ләйла кім? Ләйла осы ядролық қарудың салдарынан мүгедек болып қалған қыз. кішкентай қыз. Бірден естеріңізде сақтайсыздар, оқиға Қарауыл деген ауылда болады. Жақсылап естеріңізде сақтаңыздар, оқиға Қарауыл деген жерде болады. Сонда Ләйла келе жатқан кезде іштей ойлап келе жатады ғой. Мына ауылдың өзі маған бір есіркеп, мені бір мүсәпір адам сияқты қарап тұрғандай көрінеді деп. Бұл терең сай ауылдың сырт жағында болады, өз ауылына да бір көз тастайды. Сөйтіп келе жатқан кезде айды көреді. Айды көрген кезде бірден Ләйла зарланып жылай кетеді. Тіпті ана жерге қарайды да, ойлайды ғой, мына жер, мына ай маған қарап тұрып ойлаймын екен, 16-ға келген қыздың түрі осындай бола ма? Мына сайға не үшін келді? Мына жырым-жырым болып, мынаның басына не күн туды? Елден жасырынып жүрген мынау қандай адам? 16-ға келді дейді мына бойжеткенді. 16-ға келген қыздың түрі осы ма? Әрдайым жаңа 12-ге келсе, 16-ға келсе де, өмір бойы осы бала кейіпте қалып қойған ба деп, мына жерде, мына айда маған таң қалып қарап жатқан шығар деп, іштей ойланып қалады. Сөйтіп, Ләйла бірден жақындап келіп, айға қарайды. Айға қарап тұрып, бойжеткен не дейді? Айға қарайды, айға қарап, көзін ашып, жұмып, сол жерде жылайды. Өйткені Ләйланың көрген қиындығы аз болмайды. Оған бүтіндей бір ауылды қоя берші, өзінің мынау әпкесі Қатирада аянышты сондай көзбен қарап жүр ғой. Соншалықты қиындық көріп жүр, Құдайдың өзі оны сондай қылып жаратты. Өспейтін бір кішкентай бала кейіпте жаратты. Ал адамдар оған одан сайын есеп жатыр. Сол бір қиындықты одан сайын еселеп жатыр. Сен осындай болып қалдың. Сен неге осындайсың деген секілді. Сол жерде Ләйла бірден естиді, жылап жібереді, айға қарап айтады, сен мені мүсіркемеші деп. Мына дүниенің барлығы маған мүсіркеп қарағандай болады, ең құрмағанда сен мені мүсіркемеші дейді. Мен күнәсіз қызбын дейді. Менің көңілім, ақылым бүтін, сезімім бүтін, ақылым да дұрыс. Тек қана мендегі кедергі не дейді? Бірақ мендегі үлкен кедергі, мендегі үлкен қиындық, ол менің мүгедектігім дейді. Ол менің мүгедектігім. Менің мынау жұдырықтай жүрегіммен мына кеудем неге толы дейді? Қасіретке толы дейді. Неге? Өйткені адамдардың барлығы маған мүләйімсіп қарайды.
маған сондай аянышты көзбен қарайды дейді. Мына қарауылдың адамдарының барлығы мені көрген сайын Алла бұл адамды біз шүкіршілік етсін деп жаратқан деп айтады. Білесіздер ғой, қыздар? Шынымен де ғой, аяқ асты келе жатсаңыз, мысалы базарға барыңыз, басқаға барыңыз, бір екі аяғы жоқ, сондай қиындық көріп, әйтеуір қолы жоқ сондай адамды көргенде біз Аллаға шүкір дейміз ғой, иә. Шүкір деп кетеміз ғой, шынымен де ол, иә, бар нәрсе ғой. Сонда мына Ләйла айға қарап тұрып айтады ғой, мына қарауылдың халқы айтады маған, сені Алла бізді мына 12 мүшеміз үшін, 12 мүшеміздің амандығы үшін шүкір етсін деп жаратқан, тәуба етсін деп сені бізге жаратқан деп айтады деп. Шынымен де солай ма дейді. Сөйтіп айға өзінің сырын айтады. Мен саған ғана сенемін, мен саған ғана ақтарыла аламын, мен саған ғана сен аламын. Бар менің үмітім сенде, сен ғана маған мүләйімсіп, олай қарамашы. Жұрт не айтса соны айтсын, бірақ сен олай істемеші дейді. Содан кейін айдан сұрайды, мен кіммін? Мен өмір бойы осы кейіпте қаламын ба? Осы кейіпте қаламын ба? Дейді. Сол кезде, енді ай білесіздер ғой, ол белгілі бір адам сияқты өзі қалаған кезде келіп кететін жаратылыс емес. Сонда ай біртіндеп жылжи бастайды ғой. Сол кезде Ләйла ол айдың артынан жүгіреді. Сен де кетіп бара жатырсың ба деп. Сен де кетіп бара жатырсың ба мені тастап деп. Мен өзімнің жасыма лайықты қыз болғым келеді дейді. Мен басқа балалар секілді өз жасыма сай ойнап күлгім келеді. Әп-әдемі, сондай нәп-нәзік, өз жасыма сай қыз болғым келеді деп қайта-қайта қайталайды. Айғайлайды. Сөйтіп, ай біртіндеп жылжып кеткеннен кейін Ләйла да сол айға барған терең сайдан бірден атып шығады. Айға қарайды. Ай сондай әппақ, сұп-сұлу болады. Айдың артынан да жүгіреді. Қашпа, сен менен қашпашы деп. Сонымен сол жерде ай кетеді. Ләйла енді үйіне оралады. Ол өзінің де үйі емес, әке-шешесі жоқ, әпкесі Қатира деген үйінде тұратын. Міне, сөйтіп үйіне оралады. Үйіне оралғаннан кейін ол бірден үйдің ішіне кіргісі келмейді. Неге? Өйткені үйдегі адамдардың өзі, анау әпкесінің өзі бұл Ләйлаға сен мүгедексің дегендей, оның ана өспей қалған аяқ қолына тесіліп қарайтын болады. Міне Ләйла осы нәрседен қашады кәдімгідей осы нәрседен қашады. Сосын кеш батса да біраз уақыт кірмей жүреді. Барлығының жатып қалғанын күтеді. Өйткені адамдардың ана аяқ қолына бажырайып қарағанын көргісі келмейді. Сөйтіп аймен қоштасқаннан кейін келді үйге, адамдардың ұйықтағанын күтіп отыр. Сөйтіп барлығы ұйықтады-ау деп енді кіре беріп есіктің қасын ұстай бергенде арғы шетінен жұлқып ашып әпкесі шыға қалады. Ол да шошиды, қыз да шошиды. Сол жерде ана шошыған Қатира Ләйлаға айғайлап береді. Осы кеш батса сен қайда кетіп қаласың деп. Кеш батса қайда кетіп қаласың, қайдан келдің жалғыз өзің. Кәдімгідей айғайлап тұрып, сенің не пәлең бар? Қыз үндемейді, даусын шығарғысы келмейді. Сөйтіп тұрған кезде енді Қатира оны жұлмалай бастайды, жұлғыштай бастайды. Қайда жүрдің? Не істедің деп. Ләйла одан сайын үн қатпайды. Анау сұрайды. Ләйла өзінің терең сайға баратынын, аймен кездесетінін айтқысы келмейді. Ол өзінің бір құпиясы секілді нәрсе. Сол кезде Қатира жұлғыштайды да, енді саған жетпей тұрғаны меңіреулік пе еді? Енді меңіреу болғың кеп тұр ма? Сұрасаң, оған да жетерсің дейді. Ойлаңыздар, өзі қиындық көрген, 12 мүшесі дұрыс өспеген, жетілмеген қызға саған керек енді меңіреулік болса, оған да жетерсің. Сөйтіп ана жерде Қатира мырс етіп күледі. Күлгеннен кейін Ләйланың өспей қалған аяқ қолына одан сайын тесіліп қарайды. Кәдімгідей тесіліп қарап тұрып алады.
ойлаңызшы, мысалы сіздің көйлегіңізден бір жері бүйтіп жыртылып, сол жерге біреу тесіліп қарап қалса, ұялып кетесіз ғой, иә? Ал Ләйланікі ол ондай бір көйлек киім емес. Мына үсті өзінің дене мүшесі өспей қалған аяқ қолы соған тесіліп қарап тұрып алады, мырсылдап күліп. Мүлдем ұялып кетеді. Ана аяқ қолын тығайын десе, ешқайда тыға алмайды. Намыстанып кетеді. Сол үшін де ол кешке қарай барынша кетіп қалады. Яғни кешке адамдар жиналған кезде мен нетпейін жаңағы, олардың көзіне түсіп қалмайын, олар мені көріп қоймасын, мен оларды көріп қоймасын деген дүние емес қой, ең бастысы. Аналардың бедірейіп жаңағы қарап алатыны ғой, міне солардан қашады да, ол кешкі уақытта дейін кетіп қалады. Сонда анау жаңа қатира тесіліп қарап тұрып алған кезде, одан сайын жаңағы аяқ қолын тығатын жер таппай кетеді. Одан сайын қатира айғайлайды, қайда болдың деп. Ол айтпай қояды. Сонда біз не адам емеспіз ба деп Ләйла айғайлайды. Сонда қатира сол адам емеспіз ба деген Ләйланың сөзін ұстап алып, сенің адам сиқың жоқ қой деп айтады. Сенің адам сиқың жоқ қой дейді. Қараңызшы. Анау қатты айғайлағаннан кейін Ләйла айтады, онда адам емеспіз ба? Жаңа өзіміз білеміз ғой дегенге келтір. Сонда сенің адам сиқың жоқ қой деп айтады. Адам сиқың бар ма, кейпіңе қарасай дейді. Түріңе қарашы, адамға ұқсайсың ба дейді. Сонда ана қатираның улы, ащы тіліне Ләйла кәдімгідей не істейді? Қиналып кетеді. Өйткені ол бала ғой. Ол бала. Ол мейлі 16-ға келсін, ол бәрі бір бала. Әлі еш нәрсені жаңағы тікелей қабылдай алмайтын, сондай барлық нәрсені жүрекпен қабылдайтын бала. Сонда айтады ғой, Ләйланың жүрегі бір пышақпен бүйтіп тілестер ғой, дәл сол секілді біреу ана пышақпен тура тіліп қалғандай қатты ауырып кетті. Сөйтіп сол жерде ештеңе істей алмай қалады. Қатираны ойлайды, сондай сезімсіз, жүрексіз, осындай адам деп ана қатира туралы ойға қалады. Сонымен сол жерде жылап отырып қалады. Ләйла еш нәрсе істей алмайды, үндей де алмайды. Сонда кішкентай бала жылап жатқан кезде біз бірден барамыз ғой, иә? Ена балаға не болды? Не үшін жылап жатсың? Кім тиісті деп. Сонда Ләйлаға бір адам қайырылмайды екен. Жылап отырған кезінде. Саған кім тиісті? Не болды? Аяқ асты не болып қалды? Деп Ләйладан ешкім еш нәрсе сұрамайды екен. Оны кішкентай деп те оған қарамайды екен. Оны тек қана Алла бізді шүкіршілік ету үшін жаратқан бір жетілмей қалған пенде деп қана қабылдайды екен. Осыдан кейін Ләйла қайтадан Тереңсайға барғысы келеді, бірақ бара алмайды. Өйткені кеш болды. Тіпті қазір келгеннің өзінде Қатирадан естіген сөзі мынау, тағы кетсе Қатира бұған бұны өлтіріп тастайтындай сөздерде айтуы мүмкін. Яғни біз адамды тек қана пышақпен, я болмаса адамды белгілі бір затпен ғана өлтіре алмаймыз, адамды сөзбен де айтады ғой, анау мені сөзбен жерлеп тастады ғой деп. Яғни адамды сөзбен де өлтіріп тастауға болады. Солай Ләйла кіреді, ешкімнің жаңағы несіне қарамайды. Одан кейін жатат бар. Жатып терезеден қарап жатып, аспандағы аймен өздігінше сөйлесіп жатқандай жатады. Сол жатқаннан жатып қалады. Содан кейін Қатира келіп, оны оятады. Оятқанда не дейді? Жүр, қарауылда той болады екен, сол жерге тойға барайық дейді. Ләйла үндемейді. Енді үндемегені сол бармаймын деген сөзі ғой. Қатира қоймай қояды, жүр деп. Ләйла сонда бармасаң қой деген кезде Ләйла барам дейді. Сонымен Қатираға еріп қарауылдағы тойға барады. Сол жерде Ләйла ана адамдарды көрген кезде ойлайды. Шіркін-ай, мына дүниенің бақыты
12 мүшенің саулығы екен ғой деп. Біз шынымен де солай ойлаймыз ғой, иә, адамда не жоқ, біз сол нәрседен істейміз, адамдарда болса, бір сол нәрсе ғана бақыт секілді. Біз былай айтамыз, мысалы, iPhone 14-ің жоқ, iPhone 14-і бар адамдар қандай бақытты дейміз. Дәл сол секілді. Адамда не жоқ, басқа адамдарда бар затқа қызықсаң, біз соны айтамыз, сол адам бақытты деп ойлаймыз. Шындап келгенде, мысалы, сізде отбасылық жағдайдан ақша жағынан қиындық болып тұр ма, біз айтамыз, ақшасы бар адамдар қандай бақытты, иә, керегін алады. Шындап келгенде өмірде бақыт деген ақшамен, дүниемен, я болмаса белгілі бір нәрселермен есептелмейді. Біреуді Алла денсаулықпен, біреуді жаңағы отбасылық жағдаймен, біреуді баламен, біреуді ақшамен сынау мүмкін. Міне осы нәрсе. Сонда Ләйләні адамдарға қарап тұрып, енді өзінің кемтарлығы болғаннан кейін сол жерде ойлайды ғой, не деген шынымен де 12 мүшесі бар адамдар қандай бақытты деп. Қандай бақытты. Бұл өмірде ең бақытты нәрсе, мына дүниедегі ең бар бақыт, сол 12 мүшенің саулығы ғой деп. Мен қандай сормаңда едім деп. Сөйтіп, Ләйла тойға барды. Барғаннан кейін енді адамдарға қарап тұрып біраз тағы да жылап алады. Іштей ойлайды, енді өзінің біледі ғой өспейтінін, бұның өмірлік нәрсе екенін, міне сол нәрселерді ойлайды. Мен өзімнің өспейтінімді білемін, бірақ бұл менің жаңағы мына денем маған әлі қанша қасірет алып келер екен деп ойлайды. Сөйтіп, сол қарауылдағы тойда жүрген кезде жанына аяқ асты бір адам келеді. Ләйлә, Ләйлүк деп дауыс естіген кезде таныс дауыс болады да, аяқ асты елең ете қалады. Соның қараса, Құмар дейді. Құмар, бұл сен бе деп таң қалады. Әдемі болып кетіпсің деп. Бұл Құмар оның бірге оқыған, бір партада отырған көршісі болады. Сөйтіп сол жерде өзі жаңағы Құмар оны биге шақырады, Ләйлүк деген құстың аты ғой деп, сондай нәзік, ақ Ләйлүк деп, сондай бір ерекше сезімде тұрады да, сол жерде жүр билейік деп, екеуі би бастайды. Сонда Ләйла таң қалады ғой, менің мына бала бейнеме мән бермеді, көрмегенсіді, мүлдем байқамағансыды деп. Сөйтіп, сол жерде екеуі билейді. Бір уақытта аяқ асты, мынандай дүние айтады, Ләйләні Құмар жерден бір көтеріп алып, бір сүйгендей болады да, сүйгендей маңдайынан сүйеді. Сөйтіп, ол ерекше бір сезімде жүрген кезде, аяқ асты Ләйлә бір көзін жұмып ашады, ашса Құмар да жоқ, ешкім де жоқ. Сол кезде не істейді? Сол кезде аяқ асты Ләйла қиялынан оянып кетеді. Сонда бұл не екен? Бұның оның қиялы екен. Яғни біз ұйқыдан шошып оянамыз ғой. Дәл сол секілді Ләйла да өзінің қиялынан, ойынан шошып оянады. Шошып оянғандай болады. Ешкім жоқ. Құмар деп іздеп кетеді. Сендер Құмарды менен тартып алдыңдар деп адамдарға айғайлайды. Қайда кетті? Ол да менен кетті ме деп ана адамдардан сұрай бастайды. Сөйтіп ақыр соңында өзі неге кетеді? Қайтадан терең сайдың бойындағы айға қарай кетіп қалады. Сөйтіп сол жерде Ләйла аймен біраз сырласады, айға қарағанын, айға бетін тосты, ай мен оның арасында бір сыр болды. Сөйтіп жатқан кезде мынау Ләйла сайға кетіп қалған кезде, жаңа той болып жатқан қарауылға арнайы адамдар келіп, сол жердегі барлығына Семей полигонынан зардап шеккен адамдар бар ғой, балалар бар, соның балалардың барлығын елді қан қақсатып алып кеткен екен. Ләйла сол кезде терең сайға кетіп қалады. Ләйләні ешкім таба алмай қалады. Барлығы, енді ойлаңыздаршы, қанша Семей полигонынан зардап шеккен, сондай балаң болса да, мүгедек балаң болса да, ол бәрібір ішіңнен шықты ғой, сен бере салмайсың ғой. Сонда жаңағы адамдар балаларынан айырылып зар қақсап жатады, ешкім Ләйләні таба алмайды. Ләйла сай бойындағы жаңағы аймен сырласуға кетіп қалған. Барлығы ұрпақсыз қалдық қой деп жылай бастайды. Тіпті ана балаларды не істейді екен деп ойлайды. Әртүрлі аурумен туған. Сөйтіп, қарауыл аяқ асты қара жамылып қалды дейді.
Қарауыл аяқ асты қара жамылып қалды. Ләйла өзінің терең сайында аймен сырласып, оның бала кезден келе жатқан арман тілегін айтып, құмар туралы айтады, құмарға деген өзінің сезімін айтады. Сөйтіп аймен біраз сырласып, аяқ асты келет кешке. Келген кезде Қатира оған тағы да айғайлап береді. Ендігі кешігетін болсаң айтпады деме, күз ба қыс па қарамай, енді мен сені үйден қуып шығамын дейді. Сөйтіп Ләйла ішке кіреді. Сол уақыттан бастап Ләйла енді жаңағы аяқ қолы тастай болып қалған, сөйтіп ішке кіре салады да бірден төсекке жата кетеді. Содан бастап Ләйла төсектен тұрмайды. Ертесі күні Ләйлаға арнайы көрші ауданнан бір басшылар келеді. Мына жерде дамуы деген нәрсе бар, сол қалып қалған. Дамуы жаңағы қарауылдағы той ғой, өңкей сондай қаралы балалар деп соларды неге алып кетеді. Сосын көрші аудан басшылары келеді. Көрші аудан басшылары келгеннен кейін Ләйланың хал жағдайын сұрай келдік деп, сосын Ләйлаға өздерінің өтініштерін айтады. Қандай өтініш десеңіздер, осы жақында ауданда сондай жаңағы осы полигонға байланысты қаралы жиын өтеді дейді. Сол қаралы жиынға біз сені қаралы күннің белгісі ретінде алып шықсақ дейді. Ойлаңыздаршы, өзі ана дене тұрқы үшін қаншама адамның жаңағы сөзін естіп, қаншама адамның оған бежірейіп қарағанын, барлығын көріп қиналып жүрген адамға енді сені қаралы күннің белгісі етейік дейді. Мысалы, сені біреулердің жаңағы өледі, сол өлгендердің белгісі, сол өлгендерге кінәлі ретінде сені шығарайық деген дүние айтып тұр да. Сонда ана Ләйла кәдімгідей жүрегі қарс айырылады ғой. Сонымен енді оған шық дейді, жолға жүр, бізбен бірге ауданға бар дейді. Сонымен Ләйла не дейді? Мен аяңдаршы дейді. Яғни жылайды. Мен жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мен ел көзіне қанша мүгедек болсам да, бір жақсылық белгісі ретінде көрінгім келеді, мен тек қана жақсылықты көргім келеді. Сөйтіп жанындағы жаңа аудан басшылары үнсіз қалады. Сосын сол жерде Ләйла құмарды сұрайды, сол жерде құмар бола ма деп. Ол да сол жиынға қатыса ма деп. Бірақ аналар үндемейді, өйткені құмар кім, не айтып тұр түсінбей қалады да. Сонымен сол жерде Ләйла өзінің бармайтынын, оларға жүре берулерін өтінеді. Сонымен аудан басшылары қайтадан қайтып кетеді. Міне осы жайттан кейін Ләйла біраз уақыт ауырып жатып қалады. Дәл осы кезде Қатира өзінің тұңғышына той жасағалы жүрген. Сонда Қатира аудан басшыларына айтады ғой, бұндай сендердің қарғыс атқан жерлеріне мен көшемін, тек мына тұңғышымның тойын жасап алайын деп. Сөйтіп сол тұңғышының тойына дайындалып жүреді. Сонда қорқатына тұңғышының тойына дайындалып жүрген кезде бір мүсәпір өліп қалмаса екен деп тілейді қатты. Содан кейін мен той өткеннен кейін қарауылдан көшем деп жаңа аудан басшыларына айтып жіберді ғой. Содан кейін біраз уақыт тойға дайындалады. Сонда мына кімге де айтады? Ләйлаға да. Мен мына тұңғышымның тойын жасайтын кезде сен көре алмағандай өліп кетпе деп. Ал Ләйла біраз уақыт аймен, оның мынандай көзіне ай сәулесі түседі дейді да, біраз уақыт аймен сырласады, көптен бері айды көрмеген, сырын айтады, өз тағдырын, адамдарға деген өкпесі туралы айтып, ағыл-тегіл сол жерде жылайды. Сонда сол жерде өз сөзін айтады ғой, қасірет шеккен жан бар ғой, өзін айтып тұр да. Сонда сол қасірет шеккен жанның жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа дейді. Сонымен сол жерде айды қимайды, өйткені ай біртіндеп жылжу керек қой. Сөйтіп екеуі біраз тұрады дейді. Сол жатқан кезде Ләйла айға қарап, аймен сырласқан күйде, аймен қоштасқан күйде сол жерде жан тапсырып қайтыс болып кетеді. Аймен Ләйла кәдімгідей қоштасады. Одан кейін сол кезде тойға дайындалып жүрген Қатира кіреді. Көргеннен кейін ана енді Ләйланың бүйтіп сұлқ жатқанын көреді да,
бірден оның енді жаңағы өліп қалғанын қатты түсінбесе де шамамен келеді да, мына өліп қалғаннан сау ма деп қарайды да, сосын өліп қалғанын байқайды. Тура менің жаңағы баламның тойы болатын күні мынаның өліп қалғанын кім білген деп. Сөйтіп ешкімге көрсеткісі келмейді, қасиетсіз неме деп. Сонымен енді той болайын деп жатыр, өлімді хабарласа той болмай қалады ғой. Сөйтіп оны жасырмақ болады. Ешкім жоқ, ешкім көрген жоқ, ол жасырып қала берейік деп. Сөйтіп бетін орамалмен жаба салады, үйден жүгіріп шығады. Сол кезде аяқ асты бір зарлы әуенді естиді да, сонда қарауылдың адамдары кәдімгідей зарлы әуенмен амандасып, зарлы әуенді айтып, осы жерде кімнің, Ләйләнің өлімі туралы естиді. Бұл жерде енді айтпайды, тек қана бұл жерде ойлайды, жаңағы жылап келе жатады ғой енді қарауылдың адамдары. Сонда бұларда түнде тағы да жарылыс болған екен. Жаңағы ядролық полигон тағы да жарылыс болған екен. Кетіп қатера дірілдеп кетеді. Сонда Ләйләнің өліміне сол жарылыстың бір әсері болмасыншы деп тілейді. Енді бір жағынан ол қаралы келе жатқан топ қой. Ол Семей полигонын жарылғаннан кейін қайтыс болғандар бар, оның әсер етуі бар. Сонда сол келе жатқан қаралы топты қатера барынша үйіне жақындатпауға тырысады. Сонда айғайлайды ғой, аулақ, менің мына тұңғышымның тойын ең құрбағанда тойлауға мұрша беріңдер деп. Өмірімде бір көрген қызық, біз айтамыз ғой, менің балам қызығым, анау бірінші қызығым деп, қызығым бар, көрген қызығым осы ба. Сонда айтады ғой, бірінші көрген қызығымды ең құрбағанда сол қисаңдаршы маған осы баламның қызығын көрейін деп. Сосын Ләйләнің өліп жатқаны есіне түседі. Жаңа қарауылдың қаралы тобы осыларға қарай келе жатады. Сосын қатера сол күйде үндемей қалады. Сосын айға қарап тұрып, қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып, сәнді түрде шықпайтын болыпты деп, аяқ асты саусақтары андай дір-дір етіп, үстінде деген камзол дейміз, сондай болып, соның түймесін ағытады да, сонымен шығарма Ләйләнің өлімімен аяқталады. Болды, осындай ғана мәңгілік бала бейне, яғни қанша жасқа келсе де өспей қалған, сол бір қалыпта қалып қалған, мәңгілік бала бейнеде қалып қалған Ләйлә тағдырын баяндайды. Шөкіш деген ол қыз жылаған деген, яғни осы мәңгілік бала бейненің негізінде туындаған қыз жылаған деген пьесасының екінші бір кейіпкер ретінде естеріңізде сақтайсыздар. Бұл шығармада негізгі кейіпкер Құмар деген Ләйләнің сыныптасы, ғашық болған адамы, одан кейін Қатира және Ләйлә. Ең басты тағы бір кейіпкер деп айта алмаймын. Ай енді сырласы, сондай бір жақынына айналған не ай дегенді аласыздар. Сонымен жалпылама бізде мәңгілік бала бейне деген шығарма толыққанды аяқталады. Тағы кімнің қандай алып қосары бар, ал қыздар? Сұрақ, алып қосарларыңыз бар ма? Түсінікті апай. Оқитындар енді. Оқып, алғашында жылайтын едік, қазір бесатар сияқты үйреніп қалдық. Бірақ сонда да қиын. Шынымен де қазақтың басындағы біз жалпылама айта саламыз, біз барлық нәрсені жалпылама тоқталамыз, ашаршылыққа да, басқаға да. Бірақ әдебиет бізді сол тарихқа жақындатады. Біз тек қана осылай болыпты деп оқып кететін тарихты бір жілігіне дейін, енді мен айтпайын, бір 100% баяндайды деп, бірақ белгілі бір бөлігін бізге жеткізе алады. Әдебиет тарихтың бір бөлігін бізге кәдімгідей толыққанды жеткізе алады. Кеш қосылдым дейді, ештеңе етпейді, Нұрбақыт. Пробнадан қанша алдыңыз? Жалпылама шығарма осындай. Алла қаласа енді осы 8-ші сыныпта аяқтап алайық, сосын сіздердің араларыңызда әдебиеттен тағы да біраз жарыс жасаймыз. Соған дайын болыңыздар. Ол өте жақсы, Нұрбақыт. Қазақ тілі қанша, әдебиет қанша? Жалпылама осы. Енді ертеңгі сабақ жыраулар поэзиясын өтсек, келесі сабақта сейсенбі күні ғой, сейсенбі күні ұшқан ұяны
талдаймыз. Ой, әдебиет 25, әдебиетті көтеру керек. Қазақ тіліңіз жақсы, өте жақсы қазақ тіліңіз 40 деген. Әдебиетті біраз көтеру. Оқымағандар келіп қалды. Оқымағандар, Я біз әлі өтпейтін тақырыптар. оқығандарыңызды білдіңіз ба, маңыздысы бұл жерде? Я апай оқығандар келді, оларды білдім. Өте жақсы. Білсеңіз болды. Маңыздысы білсеңіз болды. Маған керегі сол. Егер оқымағандар болса, жақсы, оны енді алдағы уақытта өтеміз ғой. Енді ұшқан иә, оны сейтен бүгінгі сабақта талдаймыз. Ертеңгі сабақта жыраулар поэзиясы бірнеше жырауға тоқталамыз. Сонымен шамамен бізде 8-ші сынып аяқталып қалады. 100% демеймін, енді қалып қалған тақырыптар бар. Тар кезеңде біз асықпай өтеміз, ол кішкене енді күрделірек шығарма. 7-ні тез өтіп тастаймыз, 5-ті мүлдем тез өтеміз. 5-ті деген біріктіретін болсақ, айналдырған бір 4 сағаттың ішінде бітіріп тастайтын шығармыз 4 сабақта. 6 мен 7-ні өтеміз, сонымен бізде аяқталады. Қорықпаңыздар, ой, осымен желтоқсанда бізде 6 айлық курс бітеді, бітті емес. Ары қарай қосымша жұмыстар жасап тұрамыз. Ары қарай бірге боламыз. Соңына дейін, әйтеуір ұбт-ларыңызға дейін барынша бағыт бағдар беруге тырысамыз. Сұрақ бар ма? Апай, мен де жаңа кешкір қалып едім. Салас қояқ. Анау қайтып оқып аламын. Шөкіш деген кім еді, апай? Шөкіш деген, ол қараңыздар, мәңгілік бала бейне деген бұл әңгіме, иә? Кәдімгі әңгіме. Сол осы әңгіменің негізінде пьесалық шығарма жазылған Қыз-жылаған деген. Қыз-жылаған. Ол пьесалық шығарма, білесіздер, сахнаға арналып жазылады. Сол Қыз-жылаған деген пьесасы Мұхтар Әуезов атындағы драма театр сахнасында қойылған. Шөкіш деген, сол мына, енді білесіздер ғой, пьеса сахнаға арналса тек Ләйланың тағдыры арқылы ғана шығарма ашылмай қалады деп, сол Қыз-жылағанға жаңа бір кейіпкер қосады, Шөкіш деген. Оның өмірі, тағдыры Ләйладан да қасіретті болады. Неге? Өйткені ол енді кәдімгі Ләйла сияқты сондай қиындықпен туған бала болады да, бірақ деген нәрсе бар. Сонына бала қиындықпен жарымжан болып туылған кезде сол Шөкіштің анасы баласының жаңа болашағынан қорқады да, оны суға ағызып жібереді тірідей. Сонда Ләйладан да қасіретті кейіпкер ол пьесада. Бірақ білулеріңіз керек, өйткені оқулықта бұл туралы ақпарат бар. Түсінікті ма? Негізі шығармада шақ кейіпкер ғой, Ләйла Құмар Қатира деген. Шөкіш деген осының негізінде жазылған пьесалық шығарманың кейіпкері. Ол қосымша қосылған кейіпкер ғой. Түсінікті ма? Тағы кімде қандай сұрақ бар? Алла қаласа енді бізде аралас құрмалас сөйлем бар екен. Оны келесі аптаның бір сабағында өтерміз, ертең практика жасаймыз. Келесі аптаның сәрсенбісінде аралас құрмалас өтеміз. Ары қарай қыздар, сіздерде мен қазақ тілінен зачет қабылдап бастаймын. Жеке-жеке. Бөлініп аласыздар, азақсыздар, өздеріңіз білесіздер, иә? Бөлініп аласыздар, ары қарай қазақ тілінен зачет қабылдап болды. Тест шешіп, біраз сіздердің нелеріңізді, теориялық білімдеріңізді практикада қолданайық. Сөйлем талдайық, бір әдеби әңгімені ма шығарманы алып, немесе әртүрлі әдеби шығармалардан сөйлем алып, соларға талдау жасап бастайық. Жақсы ма? Сабақтас құрмалас сөйлемді жақсылап қайталаңыздар. Жақсылап, кәдімгідей уақытты бөліп тұрып, жатпай тұрмай, соны қайталаңыздар. Түсінікті ма? Я апай. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма қоятын? Жоқ, апай, сұрақ жоқ. Жақсы, сұрақ жоқ болса. Апай, қазір салас қоя, соны да оқып қарап алайын. Қазір міне бірден салам қазір. Телеекеда жаңа кіріп қой, пашаға. Аха, жақсы. Алдыңдағы сабақтың бәрін салып қойдым, қазір осы сабақты салам, соларды көріп алыңыздар. Жалпылама осы, ендеше сұрақтарыңыз жоқ болса, ертең таңертеңгі сабақта кездескенше, онда қазақ тілі 12-де, е? 12:30-да ма әлде? 12:30-да. Негізі 12-де бастап кеткен ыңғайлы ма сіздерге? Апай, 12-де зачет алуы мүмкін тарихтан, бірақ уақытын әлі нақты айтпады. Жақсы, ендеше ертең тағы да хабарласып айтармыз. Менде тек қана мынандай да. Жақсы, жарты сағаттағы көшке ештеңе етпес. Ендеше ертеңгі сабақтарда кездескенше, ертең практика болады қазақ тілінен, ал әдебиеттен жыраулар поэзиясы 2 жырауға тоқталамыз. Жақсы, ендеше аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.
сау болыңыз апай. Сау болыңыз апай.